Сәлем достар, сіздермен бірге Айгерім. Бүгін сіздермен өте оңайдалатын салат жасайтын боламыз. 5-ақ минут уақытымызды алады. Өте дәмді, тойымды салаттардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге 100% ұнайды деген ойдамын. Және де видеоны қарамас бұрын каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бізге керек ингредиенттер: сәбізден жасалған корейский салат, тұздалған қияр, ысталған тауық еті, қызыл бұршақ, жүгері және де майонез керек болады. Ең алдымен тұздалған қиярымызды қалауларыңыз бойынша көбіктарға немесе ұзынша етіп турап шығамыз. Енді корейский салатымыздың үстіне жаңа қиярымызды саламыз. Енді ысталған жаңағы тауық етін осылай турап шығамыз. Ұзынша етіп турап шығыңыздар. Осындай жаңағы ысталған, яғни копченый тауық еті дүкендерде дайын сатылады. Бұл жерде ештеңе пісірудің қажеті жоқ. Барлығы дайын ингредиенттен жасалады. Ештеңе де пісіруді қажет етпейді. Өте оңай салаттардың бірі. Және де осы қиярдың үстіне саламыз. Үстіне қызыл бұршағымызды қосамыз. Және де сары жүгерімізді қосамыз. Үстіне майонез саламыз. Және де жақсылап тұрып араластырамыз. Енді салатымызды тарелкаға салып, әдемі етіп ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Ұнаса, лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған Айгерім. Келесі кездескенше.